Қош келдіңіздер, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сіздердің сөздік қорларыңызды дамыту, күнделікті өмірлеріңізде үйренген сөздеріңізді, тіркестеріңізді, ойларыңызды қолдануға дағдыландыру және өздеріңіздің жандарыңызда жүрген адамдарды, орталарыңызды, жақындарыңызды бағалап, құрметтеп, олармен өзара сыйластықтарыңызды арттыра түсулеріңізге ынталандыру. Ал енді қазір біз сіздер барлығыңыз жұмыстан келдіңіздер, шаршадыңыздар. Сондықтан көңіл күйімізді көтеру үшін, сабаққа ыңғайлану үшін біз психологиялық тренинг жасаймыз. Жағымды орта қалыптастыру керек. Сондықтан мен сіздерге қазір екі әріп таңдатамын. Сол екі әріпті екі қатар сіздер мысалы Қ әрпін, сіздер Т әрпін таңдап аласыздар. Сосын менің қойған сұрақтарыма сол әріптен басталатын жауап бересіздер. Сабағымыздың тақырыбын ашпақ бұрын біз осы сабақта қолданатын сөзді, тірек сөзді табамыз. Тірек сөзімізді табу үшін біз мына сызбаға көңіл аударайық. Бұл сызбада сіздерге тұжырымдар берілген, сіздер соның ішінен қай сөзбен байланыстырасыздар осы тұжырымдамаларды? Қанеки? Отбасы деген сөзбен байланыстырамыз, иә? Енді отбасы деген сөзді қойып орнына мына сөйлемдерді оқып шығайық. Отбасы сыйластық, жарастық, орнаған орта. Дұрыс, келесі. Отбасы өмірінде маңызды орын алады. Келесі. Отбасы үлкен сүйіспеншілік бастауы. Келесі. Отбасы баланың ең алғашқы ұжымы. Жақсы. Отбасы шағын мемлекет. Келесі. Отбасы менің ең жақын адамдарым. Өте жақсы. Осы пікірлермен келісесіздер ме? Келісеміз. Отбасы біздің ең жақын адамдарымыз, ол шағын мемлекет болып есептеледі, иә? Енді ары қарай біз осы отбасымен және келесі бір суретпен сіздер қандай тұжырымдама жасайсыздар? Осы екі суретті көріп отырып. Отбасым алтын ұям деген осындай тұжырымдама шығарасыздар. Бұл біздің сабағымыздың тақырыбы болып табылады. Енді бұл сабақта қазір қолданатын сөздерді, бұрыннан өтіп келе жатқан сөздерді қайталау үшін біз мына сөзді қоржынға үңілейік. Сөздер бауыр, ағайынды, туыс ағайын, парыз, қарыз, ерлі зайыпты, берік, татулық, өзара сыйластық, келісім, үлгі өнеге, қарт, қария. Осы сөздердің ішінде бір екеуіне талдау жасап көрейік. Мысалы, бауыр деген сөзді қалай түсінеміз? Мысалы, Руслан, бауыр деген кім? Бауыр деген ең жақын адамның бірі, атамды айтқан сөз бауыр етезілген, ең жақын, ең жанға берік адамдары болады. Жақсы, келісеміз ғой? Келісеміз. Ерлі зайыпты деген сөзді қалай түсінеміз? Батима? Ерлі зайыпты деген сөзді ол жаңағы әйел мен күйеуінің ара қатынасы болып табылады. Ол екеуін ерлі зайыптылар деп атайды. Жақсы. Енді біз сөздермен жұмыс істедік, таныстық. Енді келесі сатымыз біздің сөйлесім бөлімі. Сол бөлімге көшеміз. Ол бөлімде сіздер тапсырма орындайсыздар. Тапсырмада сіздерге рет-ретімен жазылған тапсырмаларды алып, оқып, соның жауабын айтқан сайын дұрыс жауабы тақтаға шығып отырады. Оспанның жұбайының аты Алмагүл, ал оның аты Арман. Сонда Алмагүл Арманға кім болады? Анасы болады. Анасы болады. Қане? Дұрыс. Келесі. Руслан. Оспан Арманның інісінің әкесі. Оспан Арманға кім болады? Әкесі болады. Өте жақсы. Келесі. Зарина Оспанның тұңғыш қызы. Зарина Арманға кім болады? Әпкесі. Өте жақсы. Келесі. Шарипа Османның анасы. Ол Зарина кім болады? Әйесі болады. Дұрыс. Келесі. Зарина Жақсыбектің немересі, ал Жақсыбек Арманға кім болады? Атасы болады. Өте жақсы. Келесі. Оспанның кенжесі Қарашаңыран иесі. Арманға кім болады? Інісі. Өте жақсы. Келесі. Ана Заринаның жұбайы. Арманға кім болады? Жеңгесі. Звездесі.
жездесі болады. Қатты. Оспан мен Алмагүлдің ортаншы баласының аты кім? Аты Арман. Өте жақсы. Мхм. Қанаттың қызы Айнұр. Арманның отбасына кім болады? Жиен. Өте жақсы. Биыл біздің республикамызда мерейлі жыл, үлкен атаулы жыл. Қазақстан Республикасы 30 жасқа толған тәуелсіздігінің 30 жасқа толуына байланысты көп іс-шаралар болып жатыр елімізде. Соған байланысты біздің келесі тапсырмамыз жазылым бөлімі соған арналады. Ал ол бөлімде сіздер әрбір отбасының мүшесін таңдайсыздар. Сол отбасының мүшесі сіздерге тапсырма береді. Ол тапсырмада септік жалғауын тиісті сөзге қосып, ары қарай жұмыс істейсіздер. Сіздерге сәттілік. Мадина? Інісі. Қазақстан 1992 жылы 2 наурызында БО-на кірді. Дұрыс. Келесі Гүлім. Әркесі. Сіз біздің еліміз ата заңы. Сіз біздің еліміз ата заңының 1995 жылы 30 тамызында қабылданғанын білесіз бе? Жылы 30 тамызда қабылданғанын білесіз бе? Жақсы. Келесі. Әкесі. Мәселені шешу, Дұрыс. отбасын құру, Дұрыс. жарысқа қатысу, баланы тәрбиелеу. Жақсы. Жандос? Маған жеде салды. Жиені. Жиені. Сіздің тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз. Сізге мол бақыт, еңбек табыс тілеймін. Жақсы, сіздерге ризамын. Тапсырманы ойдағыдай орындап жатырсыздар. Өте жақсы. Енді келесі тапсырмамызға көшеміз. Бұл бөлім оқылым бөлімі. Бұл бөлімде сіздер қазір тапсырманы орындау үшін бірінші QR-код арқылы тақтадағы QR-кодты ашып, мәтінді ашып аласыздар. Сосын мәтінді біз кезекпен тізбектеп оқимыз. Содан кейін барып тапсырмаларды орындауға кірісеміз. Ал сіздерге сәттілік. Бірінші тапсырмадан бастап тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырманы Руслан сіз бастаңыз. Сосын қате дұрыс екенін мұнан тексеріп отырамыз. Бірінші тапсырманы оқыңыз. Түгел дұрыстап тұрып оқисыз, дұрыс вариантын келесі айтасыз. Мәтінге сәйкес келетін мәтінді белгілеңіз. Отбасының сәні сыйластық. Дұрыс жауабы ма? Әрине. Дұрыс жауабы отбасының сәні сыйластық. Тексерейік. Дұрыс. Келесі, екінші. Мадина. Бер қарай сосын келе бересіздер. Қатты оқыңыз. Екінші қарсы мәндегі сөздер қатары белгілеміз. Солы? Иә. Қарсы мәндегі сөздер қатарын белгілеміз. Арастату, тазалас, төр босаға, қуану, емжу. Қане, тексерейік. Дұрыс. Д. Келесі, Батима. Сегізінші тапсырма суреттер мен сөйлемдерді сәйкестендіріңіз. Ауыл ақсақалына келіп, отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендерін айтуды өтінеді. Бұл жерде үшінші сурет сәйкес келеді. Дұрыс, міне, дұрыс. Келесі. Ауыл тап-таза, барлығы да жеткілікті. Адамдар тыныштық пен берекеде өмір сүріп жатыр. Бұл жерде төртінші сурет. Дұрыс. Бұл отбасы жайлы патшаның құлағына жетеді. Екінші сурет. Дұрыс. Бақытты отбасында қариялардан орны төрде, уайым қайғысыз балалары бақытты екен. Бұл жерде бірінші сурет. Жақсы. Руслан, келесі тапсырма. Арттың қағазға жазған сөздерін танап алыңыз. Бірлік, шыдамдылық, сүйіспеншілік, кешірім. Жақсы. Осы төрт сөз. Отбасының тату өмір сүруі үшін қажетті заттар ол сүйіспеншілік арамызда болу керек, бірлік болу керек. Дұрыс па? Кешірімділік болу керек, бір-бірімізді кешіре білуіміз керек, шыдамдылық керек. Осы төрт қасиет керек пе отбасы тату болу үшін? Керек, иә? Жақсы.
Барлығымызда отбасымыз бар, барлығымызда жақын адамдарымыз бар, иә? Барлығымыздың отбасымызда ерекше бір жақындық сезімі бар. Солай емес пе? Дәл солай. Енді келесі бөлімге көшеміз. Бұл бөлім тыңдалым бөлімі. Тыңдалым бөлімінде сіздер ән тыңдайсыздар. Ал ол әнмен бірге сіздер демалыңыздар тыңдай отырып, бірақ та қатты демалып кетпей, сіздер тапсырма орындауға дайындалыңыздар. Ол тапсырма мынандай. Әнде белгілі бір тілектер болуы мүмкін, отбасына байланысты жақсы сөздер болуы мүмкін. Сіздер соны жазып алып отыруларыңыз керек. Сонымен тапсырманы орындауға, әнді тыңдауға кірісейік. Ойлатқан талай көктем күндер алыс. Міне бүгін біздегі жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсан жанұяңмен бірге. Жақсы, өлеңімізді тыңдап болдық. Өлең сіздерге ұнады ма? Иә, ұнады. Ендеше қазір сіздер осы өлең бойынша жазған тілектеріңізді, мына жерде міне сіздерде алдарыңызда күн жатыр, екі түсті жан-жағында парақшалар жатыр. Ол парақшалар күннің шуақтары. Егерде сіз көңіліңіз толып, өзіңізге риза болып, маған риза болып, сабаққа көңіліңіз толып отырса, онда сіздер сары түсті таңдайсыздар. Егерде сіздерге кішкене көңіліңіз өзіңізге мүмкін, маған мүмкін, осы сабақтың өту барысына кішкене көңілдеріңіз толыңқырамаса, өзіңізді орташа көңіл күйде сезініп отырсаңыздар, онда сіздер көк түсті таңдайсыздар. Сосын сол парақшаға жаңағы өздеріңіздің өлеңнен жазып алған сөздеріңізді жазасыздар. Жақсы, кірісіңіздер тапсырманы орындауға. Ал, құрметті тыңдаушылар, сабағымыздың соңына тақап қалдық. Енді аяқтап, қорытындылау үшін айтылым бөліміне көшеміз. Сіздер қазір жаңағы өздеріңіз парақша таңдап алдыңыздар. Сол парақшаларыңызды не себепті сары түсті таңдадыңыз, не болмаса не себепті көк түсті таңдадыңыз, және соны түсіндіре кетіп, өздеріңіздің тілектеріңізді, жаңағы жазып алған ой пікірлеріңізді, тұжырымдамаларыңызды ортаға саласыздар. Жақсы, ал кім бастайды? Менің сары түсті шуақ таңдағаным себебі мен көңіл-күйім өте керемет. Бүгінгі болған сабақ маған қатты ұнады. Сол себепте жаңағы тұжырымдамадан келетін болсақ, мен өз ұям отан бесігім, тату тәтті болсын жанұям, және де аман болсын ата-анамыз деген сөздерді таңдадым. Себебі жаңағы әр отбасында өзінің бір ұясы болу керек деп ойлаймын. Жаңағы әр отбасы тату тәтті өмір сүру керек. Одан кейін жаңағы әрқашанда бізді өсіріп баптаған ата-анамыз әрқашанда аман болсын деп. Өте жақсы, керемет. Жақсы, келесі. Жан? Мен бүгінгі сабақтан алған әсерім керемет болғандықтан сары түсті таңдадым. Ал әннен алған сөзім тату тәтті болсын менің жанұям. Себебі татулық бар жерде ырыс та береке де барлығы болады. Өте жақсы, керемет. Қойыңыз. Келесі, Гүлім. Мен сары түсті таңдадым себебі менің көңіл-күйім өте жақсы. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Алған әсерім жақсы. Және де осы әннен жазып алған тілектерім ол аман жүрсін бауырымыз, тату тәтті болсын менің жанұям, берік болсын босағамыз, аман болсын ата-анамыз, және отбасым тілегім, отбасым күнім. Себебі кез келген жағдайда біз үйге көңіл-күй болмай барсақ та, өз отбасы күн сияқты жанымызды жылытып жібереді. Өте жақсы, тамаша. Қойыңыз күннің жан-жағына шуағы ретінде. Келесі. Мен сары түсті таңдадым. Өйткені өте жақсы сабақ болды. Мен таңдаған сөз тіркестерім аман болсын ата-анамыз, бауырымыз, берік болсын босағамыз, тату тәтті жанұям. Өте жақсы.
Сонымен біз міне күн шуағын шығардық, иә. Бүгінгі ауа райында біздің сабағымызда жан-жағына шуағын шашырап тұр. Әрбіреуіңізге осы шуақтар тие берсін, әрбіреуіңіздің көңіліңізде жылулық болсын деген сөздермен сабақты аяқтаймын. Және жанұяларыңызға саулық, тыныштық, береке тілеймін. Сабақ аяқталды. Рахмет, сіздерге сау болыңыздар.